Саламатсыздар ма? Мен нөмір 11-ші Құлыншақ аралас бөбекжай бақшасының меңгерушісі Амирова Нұргүл Есімжановна. Біздің бала бақшамызда 14 топта 300 бала тәрбиеленуде. 14 топтың 4 тобы көз қатарлығы және амблиопиямен ауыратын балаларға арналған арнаулы топта 60 бала тәрбиеленуде. Сол 4 топтың біреуі мектепке даярлық орыс тобы Солнышко тобына кіріп танысып көрейік. Здравствуйте, Садыкова Шолпан Асановна, воспитатель группы «Солнышко». В группе у нас 15 детей. Детки у нас с разным диагнозом, с нарушением зрения. В основном это амблиопия, косоглазие расходящее и исходящее. В основном мы в группе уделяем детям внимание на цвета, потому что дети с нарушением зрения тяжело воспринимают цвета, именно зеленые, красные и оранжевые цвета, и желтые. И у нас все игры выполнены в ярких цветах. Вот 2 мальчика, у нас дети с нарушением зрения, у них косоглазие расходящие. Поэтому ребятишки у нас работают в наклон. Им нельзя работать, например, вверх смотреть, поэтому дети работают с наклоном. Вот мелкая моторика рук, также у них концентрируется зрение, отдыхают глазные мышцы. Айсана у нас вот ребятишки для детей со зрением, расходящее зрение, им вот такие подставки. Вот, пожалуйста. На расстоянии вытянутого локтя, потому что детям очень трудно в наклон, так как у них сходящее косоглазие. Этот мальчик Ирасыл, у него очень низкое зрение, плохо видит. И вот чтобы у него мышцы глазные работали, активизировать работу мышц, мы даем ему вот такую вот игру. Большое внимание мы уделяем развитию речи детей. У нас есть большой такой дидактический материал, пособие, которое называется «Уникуб». Драматизация сказки или обыграть какую-то роль. Ребятишки берут куклы, у нас вот так вот оно закрывается. 1, 2, 3, 4, 5. Будем сказку начинать. Ребятишки выбирают разные маски, куклы и инсценируют, драматизируют сказку. Вот для развития математического мышления, вот они составляют фигуру по схеме. Эмирчик, подойди, пожалуйста. Вот тебе образец. Составляй фигуру. Смотри сюда. Думай. Эмир, какая фигура у тебя получилась? Какая фигура? Нет, внимательно смотри. Это разве квадрат? Прямоугольник. Прямоугольник. А какие цифры здесь? Назови, какие цифры у тебя? 10, Угу. 7, 2, 4. Молодец, Эмирчик, занимайся дальше. Во время игровой деятельности у нас детки устают, глаза у них устают. И поэтому мы 2 раза за время игровой деятельности мы проводим упражнения для глаз. Так, ребята, давайте мы поможем паровозику заехать. Куда? Вот. А как называется? Это для машин гараж, а это депо. Депо. Мы поедем сегодня по синей дорожке, да? Все, смотрим глазками. Поехали. Только глазками работаем. Все смотрят? Да. Я вижу. Для ориентировки в пространстве они во время игровой деятельности обязательно должны подвигаться в пространстве. Ребята, вы готовы? Глазной тренажер Базанова. Алиханчик, подойди, пожалуйста. Это укрепляет глазные мышцы, активизирует сетчатку работы глаз. Алиханчик, подойди, пожалуйста. И вот они, ребята, подходят и сами занимаются. Начинай с единички. Где у нас 1? Вот, давай. Проводи. Медленно, медленно, Алихан. Угу. Это у нас подставка для очков. У каждого ячейка, у каждого ребенка для своих очков.
Во время тихого часа, во время прогулки мы стараемся очки снимать для безопасности. Они ложат свои очки вот сюда, в свою ячейку. Также вот вы видите оклюдоры. Медсестра приходит, кому нужно оклюдор, надевают. Вот для чего у нас этот столик. Я врач-офтальмолог детский, Чиникенова Фарида Скорбековна. Стаж работы 33 года. Сейчас мы находимся в детском саде номер 11. Здесь находится специализированная группа, посвященная для слабовидящих и незрячих детей. Группы рассчитаны на 60 человек. В данное время все группы заполненные. Группы имеются ясельные группы, младшие, средние группы и старшие группы. Специализированные группы посещают дети с врожденной и приобретенной патологией зрения. Дети с врожденной патологией – это катаракта, в основном они оперированные артефакия, нистагмы, косоглазие. Также имеются миопия, астигматизм, гиперметропия. Все дети с амблиопией. Амблиопия – это снижение остроты зрения. В группе имеется специализированная аппаратура для повышения остроты зрения. И медсестра-ортоптистка, которая проводит склероптическое лечение для повышения остроты зрения. Дети у нас занимаются с удовольствием, с утра до вечера. Для каждой группы имеются свои часы. Также дети, у кого имеется косоглазие, осматриваются врачом-офтальмологом и направляют на хирургическое лечение в город Алмата. И если же имеется амблиопия высокая, то в процессе лечения всегда наблюдается улучшение остроты зрения. Аппаратура синаптофор для выработки бинокулярного зрения, амблиотренер, бивизотренер. Также здесь досветы проводят, авторефлектоскопия для досветы макулярной области. Также здесь проверяем остроту зрения. Имеется аппаратура рефракциометр для уточнения рефракции глаза. Имеется ли процесс прогрессирования или стабильно стоит. И ношение очков постоянное здесь. Дети сейчас увидите, что ходят с оклюдорами, проводится плеоптическое лечение. В 21 веке, год технического прогресса, в каждом доме имеются гаджеты, смартфоны, телефоны, поэтому дети уже, начиная с годика, родители дают детям телефоны, чтобы сделать свои дела. Дети очень увлеченные, не могут оторвать от телефона. И это способствует снижению остроты зрения, идет утомляемость, спазм аккомодации, что приводит к снижению остроты зрения, может развиться миопия вместе с астигматизмом. Поэтому, уважаемые родители, просим, чтобы больше внимания уделяли детям, игры на свежем воздухе, витаминизированное питание. Чем больше они будут заниматься без телефона, тем больше сохраните остроту зрения на долгие годы. Ежегодно проверяйте остроту зрения 1-2 раза в год в поликлинике детской. Ой, София. Сәлеметсіздер. Мен осы Талдықорған қаласының, Жетісу облысының Талдықорған қаласының 11-ші балабақша, Құлыншақ балабақшасының ортоптист медбикесімін. Біздің балабақшамызда 60 бала ем жүргізеді, көз ауруларымен қитарлық, амблиопия. 4 топқа бөлінген 15 баладан мүгедектігі бар балалар бар 5 бала. Осы 60 баланың ішінде әр топ өз кесте бойынша келеді. 1 сағаттан жүргіземіз. Ал енді емімізді мына синаптофордан жүргізіп жатқанымызды көрсетейік. Балалардың көзінің қитарлығы болады. 10 градус, 15 градус, 30, 35, 45-ке дейін. Соған байланысты мына синаптофор деген аппаратқа отырғызамыз. Угол косоглазия дейді, қитарлығы бойынша соның градусын қоямыз. Градусын қойып, баланы 10 минут, 20 минут, 30 минутқа отырғызамыз. Әр бала көзінің жаңағы емін жүргізеді. Күнделікті уақытымен отырғызамыз.
Одан кейін бізде балалардың көздері қазіргі уақытта нашарлап кетті. Мына телефон, теледидар, одан кейін компьютер ойындарына көп отырады балалар. Соған байланысты балаларымыз көздері нашарлап кетті. Соған мына ручеек деген аппаратымыз бар. Осы аппаратқа да ем жүргіземіз. Міне осы жерде мына бірінші тобымыз гүлдер тобы. Гүлдер тобында міне балапандарымыз ем жүргізіледі. Көздеріне клеоптика дейміз. Мына бір көзді жабу арқылы екінші көзді емдейміз, ауырған көзді. Сонда мына бір көзді жабу арқылы ауырған көз жұмыс жасайды. Мына аппаратымыз бивиза тренер деп аталады. Бұл жерде мынандай суретті балаға көрсетеміз. Оны аппаратқа саламыз. Бала көз әйнек арқылы, мына жерде көз әйнек бар, сонымен бастырады. Бастыру арқылы жаңағы көзге ем жүргіземіз. Бұл балаларда айтып кетейін, біз балалар көбінесе қитарлықпен көздері, біз бір сурет көрсек, бұлар екі сурет көреді. Сурет салу арқылы көзі ем жүргіземіз көзіне. Бала өзі жұмыс жасау керек, біз тек қана көмектесеміз. Синаптофорда балалар отырады, аппараттарымыз бар. Балапандарымызға коррекционный дейді, коррекционный ойыншықтармен мынаны өткізу арқылы көздің зренияны, ал мына жерде түстерді таңдап үйренеді балалар. Бұл да көзге керекті жаттығулар. Бұл арқылы бала түстерді ажырата біледі. Өзі мынаны коррекционный ойыншықтармен ойнау арқылы өзін дамытады. Бізде балабақшамызда компьютер арқылы балалардың көз жаттығулары бар. Осы көз жаттығулар арқылы баланы дамытамыз. Жаттығуларды уақытымен қосамыз, көп отыруға болмайды. Бір сөзбен айтқанда баланы жан-жақты дамытамыз. Көзін емдейміз, қараймыз. Енді қазіргі шақта балалар жақсы, бізге төмен 20%-пен келсе, қазір 70-80%-ке жетіп жатырмыз. Мына аппаратымыз монобиноскоп деп аталады. Бұл да көздің көргіштігіне, көздің көру қабілетіне әсер етеді. Төмен көз көруінің төмен процентімен келеді, пайызымен. Сол кезде біз осы аппаратқа луч дейміз, засветы дейміз, осыған келеміз. 1 минутқа уақытымызды қоямыз. 1 минутқа уақытымызды қойып, баланы емдейміз. Бір көзі жабылады баланың. 4 тобымыз түскі 12:30-ға дейін бітеді. 1 сағаттан 4 топ. Әр топта 15 бала. Жылда май айында бір тобымызды дәрігерлер тексеріп, бір топты мектепке шығарып саламыз. Көздері емделіп, ота жасатқан балаларымыз, олар да мектепке барады. Көру нашарлаған балалардың көру қабілетін жоғарылатамыз. Осылай емімді жүргіземін. Сәлеметсіз бе? Мен есімім Тұрарбаева Торғын, Дәуренбек қызы. Мен тифлопедагогпын. Яғни мен амблиопия және көз қитарлығы бар балалармен жұмыс жүргізетін маманмын. Және де біз бұл балалармен 3 бағытта жұмыс жүргіземіз. Бұл бірінші кеңістікті бағдарлау, көру түйсігі және әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау. Яғни бұл 3 бағытта мен балаларды ойын іс-әрекет арқылы өткіземін. Және де балалар түстен кейін, ұйқыдан тұрғаннан кейін балалармен түзету жұмыстарын жүргіземін. Яғни бұл жерде моншақтарды жіптерген өткізу. Және де балалар көзге емделуге барған кезде сол жақта әртүрлі аппараттармен емделеді.
емделіп болғаннан кейін балалар міндетті түрде осы құм терапиясына келеді. Яғни бұл жерде балалардың кішкене шаршағандарын басады. Бұл жерде балалар өздерінің жеткізе алмаған ойларын осы құм арқылы білдіреді. Және де бұл жерде құмды жасау арқылы балалардың қол моторикасы дамиды, және балалардың есте сақтау шығармашылығы дамиды. Мен осы 11-ші құлыншақ балабақшасының әдіскері Тілеуова Әлия Жұмадылқызымын. Біздің жаңағы жалпы балабақшамыздың жұмысы біздің үлгілік бағдарламаға және стандартты басшылыққа ала отырып, осы жұмысымызды ұйымдастырамыз. Бізде мысалы жаңағы көптеген іс-шаралар өткізіледі. Қыркүйектен бастап әрбір жаңағы атаулы даталарға байланысты бірталай іс-шаралар және жарыстар ұйымдастырылды. Және біздің балабақшада осы ата-аналармен де жұмыс тығыз байланыста жүргізіледі. Мысалы, жаңағы 1 қыркүйек білім күнінен басталса, ары қарай тіл мерекесі, одан кейін жаңағы қазан айында біздің жаңағы күзгі балымыз, ол күзгі балға ата-аналар мен балалар ұйымдасып отырып, өз қолдарынан көрме ұйымдастырды. Және сол көрмеде жасалынған заттарды әр топ тәрбиешілері өздерінің ұйымдастырылған іс-әрекетінде пайдаланып, жаңағы балалар сол өз істеген жасаған заттарын, көрмеде жасаған заттарын көру арқылы, пайдаланып отыру арқылы бір мақтаныш сезімі пайда болды оларда. Сондай бір жақсы тәлім-тәрбие болды деп ойлаймын. Мен осы 11-ші құлыншақ балабақшасының логопеді Бутимбай Әйгерім Қалиқызы. Бізге ПМПК-ның қорытындысы бойынша балалар келеді. ПМПК-ның қорытындысы бойынша сөйлеу тілінде кемістігі бар балалар. Яғни мектеп алды топтағы балалар ғана. Бұл жерде бізде жай 3 топ, 2 арнаулы топ бар. Сөйлеу тілінде көптеген кемістіктер бар. Бұл мекемеде дефектолог, психолог, логопед және тифлопедагогтар, арнаулы педагогтар жұмыс жасайды. Біздің жүйелі жұмыс жасауымыздың арқасында балалардан көп оңтайлы нәтижелер шығып жатыр.